Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздердің алдарыңызға қазағымның қыраны, Сіргелінің ұланы, Саят ұлдарыңыз келе жатыр. Саят, Саят. Бәрекелді. Ақсақалы данышпан, азаматы арыстан, қазақ дейтін қайсар ел. Дархандығы даладай, аңқаулығы баладай, жаны жомар жайсаң ел. Шеттерінен мейрамшыл, шеттерінен мейманшыл, көңілдері ақ көңіл, пейілдері әппақ ел. Себепші боп қос үміт, әзиз басы қосылып, тойын тойлап жатқан ел. Ел даузына қаратқан, бір тойосы қазақтың, жарылқаған жаратқан, шын тойосы қазақтың, шын ниетпен айтылған, тілектері ойлының, бақыт қонып баршаға, құтты болсын, той бүгінде бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Баршаңызға белгілі, орта жүзден тараған, Алланың өзі қараған, Қоңырат Оразкелді елінде, киелі байтақ жерінде дүбірді думан той ағайын. Яғни баршаңызға белгілі, шаңырағы аталы, дастарханы баталы болған, бесігін қыдыр тербеткен, киелі Тыныбаевтар әулетінің дәулетіне дәулет, сәулетіне сәулет қосылып жатқан жағдайы бар ағайын. Ендеше бүгінгі күн қуаныш, бүгінгі күн береке. Бүгінгі күн біз үшін таусылмайтын мереке демекші. Берекелі Тыныбаевтар әулетінің мерекелі күніне қош келдіңіздер. Қоңырат Оразкелді елінен шыққан Тыныбаевтар әулетіндегі азаматтардың қайғайсының болмасын, той басқару түгілі ел басқаруға жететін шамасы бар. Дегенмен де осы тойдың тізгінін осындағы Айдос ағам мен Наздана әпкем маған тапсырғаннан кейін алдарыңызға шығып отқан жағдайым бар. Ендеше мың рет естігеннен бір рет көрген артық деген қазақпыз. Десеңіздер қай жігіт, руым менің бай жігіт, атасы оның Сіргелі, ауылымыз іргелі, түлігіміз аралас, ұранымыз тоғанас, ақылға тұнған басым бар, 23-те жасым бар, еркек деген затым бар, Саят деген атым бар, талай жерге барып келген, сөз маржанын теріп келген, Оразкелді еліндегі керемет тойға көрік берген, жамандыққа бармаған, өнерін елге арнаған Саят деген ұлдарың алдарыңда мен болам ағайын. Бәрекелді, көп рахмет. Қазақта жақсы сөз бар, балаңды өскенше бағасың, немереңді өлгенше бағасың дейді. Сөйтсе татар ағайындар айтады дейді татарлар. Балаң өсер, кетер, немерең түбіңе етер деген екен. Бұнен айтпағым, ұл қызыңыздан тараған немере шөберенің қызығын көріңіз. Сол немере шөбере сіздің пенсияңыздың рахатын көрсін, е? Бәрекелді, рахмет, әрине әзіл ғой. Ал келесі ниетіңізге тілекті Мәрзия анамызға ұсынайын. Мынау қазақ айтады ғой, аналарым биік-биік төрденсіңдер, талай-талай ғасырды көргенсіңдер. Ақжаулықты аналарым аман болса, әлі талай бесікті де терберсіңдер. Әйелдерден пайғамбар шықпаса да, пайғамбарды туып берген сендерсіңдер. Аттарың шежіреге енбесе де, шежірені тарқатқан сендерсіңдер. Осындағы Айдостай ұлды ақсүт беріп өсіріп, бұзық болса кешіріп, осы күнге жеткізген, бақытты еткізген Мәрзия анамызға бір құрмет көрсетіп қойыңыздар. Тілекті өзіңіз жалғаңыз.